Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай, тез жасалатын тағамдардың бірі фарш қосылған болгар бұрышын, яғни фаршированный перец дайындайтын боламыз. Ең алдымен пиязды ұсақтап турап аламыз. Етіміздің үстіне жартылай шала пісірілген күрішті және пиязды салып, бір ас қасық толтырмай тұз және қара бұрышты салып, әбден араластырып аламыз. Жуып тазартылған бұрыштардың ішіне етімізді нығыздап салып шығамыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің әр салған видеоларыма лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Барлығын осы ретпен салып шығамыз. Менің каналымның әрі қарай дамуын қолдап, поделиться батырмасын басып, осы видеоны достарыңызға, әпке, сіңілдеріңізге жіберіп қойыңыздар. Әрі қарай қуыруға пиязды ұсақтап турап аламыз. Сәбізді үккіштің көзінен өткізіп аламыз. Картопты да ұсақтап турап аламыз. Енді қызып тұрған майға пиязды салып қуырып аламыз. Оның үстіне сәбізді салып қуырамыз. Бір шай қасық томат пастасын қосамыз. Картопты да салып, дәміне қарай тұз және дәмдеуіштерді қосамыз. Енді осының үстіне бұрышты тігінен орналастырып салып шығамыз. Осылай барлығын салып болған соң үстіне ыстық суды құямыз. Суды толтырмаймыз, кастрөлдің ортасына дейін келтіріп су құямыз. Енді 5-7 минуттай қатты отқа, одан кейін 35 минутта баяу отқа қойып пісіріп аламыз. Міне фарш қосылған бұрыштарымыз дайын болды. Бетіне қалауынша көк жуа укроп сеуіп ұсынсаңыз болады. Ас болсын.